Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде мәшһүр Жүсіп Көпеевтің 160 жылдығына арналған мәшһүр танудың ғылыми негіздері мәңгілік ел ұлттық идеясы халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Тіл біліміне, филология, тарих және философия саласының білгірлері ғұламаның шығармаларын талқылап сараптады. Конференция барысында балаларға арналған мәшһүр Жүсіп әлемі атты ертегілер жинағының тұсаукесері өтті. Жинақ авторы педагогика ғылымдарының докторы профессор Еңлік Жұматаева. Көркем әңгімелер мәшһүр Жүсіп жазбалары желісінде жазылған. Ертедегі иллюстрацияны Павлодар мемлекеттік университетінің сәулет құрылыс факультетінің студенттері жасағанын айта кеткен жөн. Мәшһүр Жүсіп Көпеевтегі негізінде шығармашылығының барлығы өте сондай жоғары деңгейде жазылған. Оны ғылыми тілмен айтатын болсақ, эзотерикалық деңгейде деп есептейміз. Мынау жоғарыдағы бізді басқарып тұрған құдіретті соған жағу, Аллаға сыйыну, Алланы жақсы көру, содан кейін адамның бағының жануы туралы, бұл кісінің кітаптарының көп мағынасы осы туралы негізінде. Сондықтан мына жинақты шығарған уақытында 5 ертегіні қамтыдым. Аталмыш конференцияға 10 ауданнан және өңіріміздің 3 қаласынан келген делегациялар қатысты. Сондай-ақ конференция онлайн түрде де жүргізілді. Оған 2000-ға жуық жас ғалым, студенттер мен мектеп оқушылар қатысты. Әлеуметтік желіде онлайн трансляция жүргізілді. Мәшһүр Жүсіппен араласқан Хамит Молда деген ғылыми жоба жаздым. Сонда мәшһүр Жүсіп Жаңатілек ауылына көптен бері 2 рет 3 рет келіп отырған. Сол туралы, соның өмірі туралы жаздым. Бүгінгі іс-шараға келгеніме өте қуаныштымын конференцияға. Бұл маған үлкен тәжірибе береді. Алдағы өмірлерге, талпыныстарыма бір ықпалын тигізеді деген ойдамын. Университетте 2004 жылдан бастап ғылыми тәжірибелік орталық жұмыс істейді, ал 2006 жылы жаңа кесене бой көтеріп, Ертіс Баян өңірінен шыққан көрнекті жерлестерімізге арналып кабинет мұражай ашылды. Сондай-ақ мәшһүр тану пәні енгізілді. Марина Сахарова, Ерлан Умашев, Ертіс ақпарат.